Достар, қойдың қай тұқымы мықты? Не ойлайсыздар? Комментарийде өз ойларыңызды бөліп жазып отырыңыздар. Бізге өте қызық. Қойдың қай тұқымы жақсы дегенде, қазір көбі гисар тұқымдарын мақтап жатады, салмақ көп жинайды деп. Негізінде фермерға ең дұрысы Еділбай қойлары. Себебі Еділбай қойлары олар салмақты да жақсы жинайды, орташа енді гисардай жинай алмайды, бірақ олар төзімді келеді. Біздің Қазақстанның ауа райына арналған қойлар, олар Қазақстанның қысына да жазына да төзе алады, яғни өлім көбеймейді. Сондықтан көбейту мәселесінде Еділбай қойлары әлдеқайда жақсы болады. Және сонымен қатар мен Гемпшир қойларымен жұмыс істеп көрдім. Негізінде маған қатты ұнағаны Гемпшир қойлары. Олар енді жүні қалың болады. Минусы құйрық майы болмайды. Олар етті денесіне жинайды, қабырғаларына, майда да денесіне жинайды. Мүмкін сондықтан олар өте төзімді. Мысалы бізде Еділбай мен Гемпшир аралас болды. Оңтүстіктің адамдары жоқ қойларды ала қоймайды. Сондықтан Гемпширларды бізден ешкім алмағандықтан бізге олардың көзін құртып, таза Еділбайды ғана қалдыру керек болды. Гемпширді толығымен көзін құрту бізге ұзақ уақыт алды, себебі олар біреу қалып қойса масқара көбейеді, тез көбейеді, өздері төзімді, шапшаң келеді. Бойлары кішірек, бірақ денелері үлкен болады, жүндері қалың болады. Өте қызық негізі порода. Неліктен білмеймін, оңтүстікте құйрық майын сұрайды, яғни құйрығы болу керек. Бізде егер құйрық майына қарамаса, маған ең қатты ұнайтыны Гемпширлар. Атак енді сатуға жеңіл қайсы десе, онда Еділбай. Яғни Еділбай ортасы, ол сатуға да жеңіл, және ұстап көбейтуге де жеңіл.